Қалайсыздар? Бүгін екі қызымды ата әжесінің үйінен алып келдім. Жақсылап отырып, үшеуміз шай ішіп алдық. Бүгінгі видео екі красавицама арналады. Каникул басталғанда екеуі шаштарын осылай қып-қызыл қылып бояп алған ғой, күйдіріп. Енді осыны кәдімгі қара цветке бояймыз. Шаштарының качествосы құрыпты сәл-сәл, ертең сабақ басталады. Ол сабаққа да бұндай цветпен баруға болмайды. Үшеуміз бүгін кішкентай бопа көруге барамыз. Киімдеріңді киіп, дайындалыңдар дедім бұларға. Шашын қалай өсіріп жатсыз деп өте көп сұрақ қойып жатсыздар ғой. Туылғалы шаштарын қиып көрмегенмін. Тфай көз тимесін, түкіріп қойыңдар я. Сосын қыздар қоймаған екен, осылай бір тренд түсіріп алдық. Жолдан машинаға бензин құйып алдым. Бензин толтырып алайық, құрсын жолда қалмайық деп шықсам, екі қыз осылай тыйым береміз на атаға деп қоймайды. Екеуі тыйым беріп, еще ырза өздері. Әдемі осындай гүл алып алды екеуі. Не дегенмен роддомға бара жатыр ғой. Осындай кішкентай кездерінен гүл беруді және гүл алуды үйрету керек екен қыздарға. Мынандай бір бопаны үргізіп алдық, сосын кейін шарикті. Екеуі ырза, өмірлерінде бұндай роддомға бөпе шығаруға келмеген ғой. Ерте келіп алып, біз үшеуміз мына жерде музыка болып, 2-3 адамды шығарып салдық, билеп, солармен бірге жарысып. Ал давайте билеңдер, ойна да күл, хей, ойна да күл деп екеуін билетіп қойды. Бір кезде Әсел подружкамның шығатын уақыты да болды. Жайлап жақындадық. Папа сосын үлкен букет гүл алып келді. Жоқ, мына екі қыз деймін да, мен роддомнан шығатын сияқты алдына келіп тұрып алыпты ғой, күтіп. Әні-міні дегенше бөпеміз де шықты осындай. Бағынан бері ұстап тұрған гүлдерін берді сөйтіп тәтелеріне. Улап-шулап осындай суретке, видеоға түсіп алды. Далаға шығып тағы да биледік. Сонымен барлығымыз Әселяның үйіне бардық. Кішкентай бөпені екеуі екі жағынан ұстап қайта-қайта кукла емес па, ұстап көрейінші деп қоймай, бағана таңертең бөпе керек емес деп отқан екі қыз сразу айнып бөпе керек деп қалды. Бөпені не қыласыңдар сендер деп бір мороженое алып беріп, үйге қарай қайтты. Бір күніміз осылай өтті.